үй салқын болады, өте салқын. Ақтаудағы 29 шағын аудан 26 үй тұрғындарының мекен жайына байланысты арыз шағымы көп. Сыртқы сылағы түсіп, жаңбыр жауса шатырдан су кетеді. Бұл үй 2005 жылы пайдалануға берілген. Арада 18 жыл өтсе де үйдің сыртына бірде-бір рет жөндеу жүргізілмепті. Тұрғындар өздері қаражат жинап, 2 рет подъезді қалыпқа келтірген. Жаңбыр жауған күні шатырдан су өтіп, ылғалдан қабырғалары көгеріп кетеді екен. Қыс бойы бүрсең қаққан тұрғындар үй пайдалануға берілгелі жөндеу жұмыстары жүргізілмегенін айтады. Қалай солай мына трубаларды, шіріген трубаларды ауыстырып сваркілеп кетеді, оның орнын жаппайды ешкім. Солаймен қалып жатыр. Енді мына жерде тіпті адам тұратындай жер қалған жоқ. Тіпті бір даладан келген қонақ болса да ұяласын үйге кіргізуге. Мына подъездіміз деген тіпті айып, ішінде енді көріп жатсыңдар ғой. Бірақ ешқандай мен мына көрген жоқ, мына әкімшіліктен болсын, неден көмек бізге берген де жоқ, ремонттаған да жоқ. Жек жағын айтсам, жектің енді алдында мына жекке қарайтын едік қой, олар ауысып кетті, жекеменшікке беріліп еді. Жекеменшікке енді олардың мен көріп отқан жоқпын, олардың бірдеме істеп жатқанын. Мына үйдің алдарында ешқандай сыпырмайды да. Балалар басқа үйдің алдындағы ойын алаңына баруға мәжбүр, өйткені алаңның бөлшектері сынып қалған. Площадка керек, доп ойнайтын жер керек. Доп ойнайтын жер керек, біз ойнайтын жерде ойна алмаймыз. Барлық бізде сынық. Өзім сияқты балдар көп, орда да ойнағысы келеді. Біз өткені мияқ сынып жатыр, біз ойна алмаймыз. Біз басқа домдарға бармайтын едік. Бізге футбол алаңы керек. Тұрғындар үйдің сыртын мемлекеттен берілетін қайтарымды қаражатпен жөндей алады. Ол үшін азаматтардың 3-тен 2 бөлігі келісім беру қажет. Содан кейін әкімдікке барып өтініш жазады. 29 шағын аудан бойынша қазіргі таңда Каспий жылу су арнасы мекемесімен су құбырлары ауыстырылуда. Жолдар осы келесі айлары шұңқырлы жөндеу жұмыстары арқылы тегістелетін болады, асфальт салынатын болады. Шұңқырлы жерлер бар, мектептің алдындағы. Ойын алаңдары абаттандыру, жол салу, жаяу жүргіншілер жолын салу жобасының ішінде, оның жобасы келесі жыл дайын болады. Айта кетейік, Ақтау қаласы бойынша 14, 22, 28 А және 29 шағын аудандарды абаттандыру бойынша жаңа жоба жасақталып жатыр. Қаражат бөлініп, мердігер мекеме анықталған соң, аталған шағын аудандарда асфальт төселіп, ойын алаңдары толық жаңартылмақ. Руслан Мұханов, Мұқағали Нұрдәулет, Сұңғат Көнебай, Ақтау Ньюс.